Саламатсыздар ма? Бізде кезекті тақырыбымыз ол бізде больничный отпуск и компенсация отпуск төлеу. Біз зарплата есептеместен бұрын келесі айға біз бірінші жаңағыдай отпуск, больничный компенсацияларды бірінші төлеп есептеп алуымыз керек. Именно отпуск бойынша, компенсация отпуск бойынша біз приказ шыққаннан кейін 3 күн ішінде төлеп тастауымыз керек. Ондай жағдайда біз жеке адамға зарплата емес, біз жеке адамға есептейміз. Бір кісінікі тек қана. Біз мана январдікі начисление жасаған кезде общий есептедік қой. Бір кісіге есептеу үшін жаңа больничный компенсация, ол тоже жаңағы мына жерде қарастырылған. Начисление зарплаты удержаниедан мына жерден создавать етеміз. Создавать етіп, мысалға 15.02 февраль деп алайық, февраль. Мына жерден кісіні добавить етіп аламыз. Больничныйға шығып батқан. Бірінші больничный есептеп алып көрсетейік. Больничный бізде больничный помощник воспитательный алайық. Больничный деп. Вот мына жерде бүйтіп шықты. Сотрудник и мына работникқа. Біз есептеу үшін біз расчет по среднему заработку осы жерден есептейміз. Расчет отпуска, больничный компенсация. Ол бізде қазір неактивный болып тұр. Активный қылу үшін біз бірінші мына жерден Арманова Камшат деген 2 рет басамыз. 2 рет басқанда мына жерге шығады. Мына жерге де шығады, мына жерге шығады. Осы 3 жерге шыққаннан кейін вот расчет по среднему заработку мына жерге активный болады. Вот отпуска, больничный компенсация барлық бізде осы жерден жасалынады. Бұлай бірдей ұқсас болып келеді. Есептеуде қай-қайсы да механизмдері. Больничныйды басамыз, рассчитать да дейміз. Да дейміз. Сосын мына жерде аты жөні шығады. Мына жерде график работаға пятидневка 40 сағат дейміз. Программасы мына жерге көрсетпейміз. Қай уақыттан қай уақытқа дейін шыққанын көрсетеміз. Например, 10 февральдан 16 февральға дейін больничныйда болды дейік. Мына жерде 5 рабочий күн автомат түрде календардан өзі шығарып береді. Мына жерге ограничивает размер пособия за месяц деп міндетті түрде галочка қойымыз керек. Егер де қызметкердің жалақысы жоғары болып, және ол көп күнге больничныйға шыққан жағдайда бізде лимит бар. Ай сайын заң бойынша бекітілген 25 МРП 92.300 теңге дейін положено бізде больничный айына. Егер де сол суммасы средний заработный платаға асып кететін болса, автомат түрде мына галочка тұрса, автомат түрде 92.300 теңгеге шығарып береді. Енді біз рассчитайтты басамыз. Рассчитайтты басқан кезде бізде тек қана январдың еңбек ақысын көрсетіп тұр. Біз енді бұл жерде новый база болғандықтан соңғы 12 айдың еңбек ақысын көрсетпей тұр бұл жерде. Біз енді новый база болғасын, біз бұл жерге алдыңғы айларды ручной добавить етуге тура келеді. Например, бізде январь скопировать етіп аламыз. Былтырғы февраль айынан бастап биылғы февраль айына шейінгі суммалар заработкасын салу керек мына жерден. Былтыр 21 күн істеді, 168 сағат жасады, например, 100 мың теңге алды. Размері и мына жерге де 100 мың теңге алды дейік. Тура осылай соңғы 12 айға қойып шығуымыз керек. Ал егерде біздің база новый емес, бұрыннан келатқан база болса, ол автоматически соңғы 12 айдыкін А1-стен шығарып көрсетеді. Біз мына январды өз автоматын көрсетіп тұр, суммасын. Тура солай көрсетеді. Мұнда, например, 20 күн істеді, 160 сағат істеді деп. Тура осылай 12 айға қойып шығуымыз керек. Қойып шыққаннан кейін, мына жерге уже келесте рассчитать деген біріншісін баспаймыз. Әйтпесе қолмен салынғандар шығып кетеді. Именно рассчитать начисление деп үшіншісін басасыз. Үшіншісін басқаннан кейін, вот мына жерге сумма өзгерді. Суммасы шықты, төлейтін суммасы. Мына жерге печать басамыз. Печатьты басқан кезде бізде үлкейтіп алайық. Печать басқан кезде мына жерден бізде шығарып көрсетеді.
мына жерде мен қателесіп март 24 деп қателесіп қойыппын. Маған март 23 болу керек мына жерде. Март 23 мына жерде осылай болу керек. Рассчитать начисление и печать. Вот февраль, март, январь, например. Мен просто мысал ретінде жасап жатырмын. Соңғы 12 айдікі қойылып тұру керек. 62 күн, 313 мың, оны бөлет, автоматын 5 мың бір күндікі. Осылайша бұл кісінің больничный 25.282 деп шығарып есептеп берді Адинес. Бұлны шығарғаннан кейін жауып тастамаймыз. Міндетті түрде печать қағазы шығарып алуымыз керек. Тіркеу үшін құжатқа, немесе данный момент принтерін жоқ болса, мына жердегі дискеті сохранить дегенді басып, мына жердегі Excel мен сақтаңыздар шама келсе, Excel 2007. Сосын мына жерге қай жерге сақтайсыздар? Пульті, рабочий стол, например. Рабочий стол дейік, рабочий стол, выбор папка, рабочий столдың өзіне түседі. И сохранить деген кезде автомат түрде рабочий столға жаңағы печать деген отпуск, жаңағы больничный есептеп Excel форматы тура осы сақтанып тұрады. X-ті басамыз. Вот осыны бір дегенді печатьпен сақтап алмасаңыздар, одан кейін мына құжат недоступный болып тұрады. Тек қана суммасын көрсетеді де қалады. Сондықтан да осыны істегеннен кейін міндетті түрде сақтап алыңыздар печатьпен. Перенести в документ. Вот мына кісіге бізде 25.282 теңге есептеп берді. МБС андай мындай деп. Мынаны удалить етеміз, манағы ең басына добавить еткенімізді. Вот мына кісіге записать, провести етіп, осылай больничныйды есептеп аламыз. Бұл сіздерге мысал ретінде көрсетіп атқаным. Егер де сіздер новый база болып, немесе өткен айларға больничныйды салып жібергілерін келсе, мына жерден любой кісінікін добавить етіп, самиға деп, основной деп, мына жерге именно надбавкілерге оплата больничный деп бетіп қолмен салып жіберіп, суммаларын көрсетіп жүрсеңіздер болады. Мына жерден пятидневка деген болмайды бізде. Сөйтіп суммасын салып жүрсеңіздер болады. Мысал ретінде айтып жатырмын. Осылай есептелінеді. Жаңағы енді расчет компенсация отпускыда тура осылай есептелінеді. Отпускыны көрсетейік сіздерге. Самиғолы самиға, например, мына кісінің ала тұрайық. Бұл кісіге біз отпуск есептейік. Отпускы тура жаңағыдай шығады, ашылады. График работасын бірінші түрде міндетті график работа көрсетеміз. Мына жерге қай уақыттан қай уақытқа отпускке шығып атқанын көрсетеміз. 01 02 24 30 емес 29 02 24 дейік. 29 күн дейді. Бізде, например, мына кісі бізде енді 30 күн болса, осылай 30 күнге толтырып келтіреміз. Программаға көрсетпеңіздер еш нәрсе. Егер де бұл кісіге оздоровление положено болса, мына жерге бір ставка, немесе сельский қосылатын болса, 1/25 деп қоясыздар. Разделение пособия қойсаңыздар болады, қоймасаңыздар болады. Егер разделение пособия болатын болса, соғана прием на работудағыдай 23.08 деп сөйтіп қоясыздар. 1.05 деп, например. Әзірше қоймай-ақ қойын. Программа пособия МБ, РБ деп тұрады. Оны көрсетпеңіздер. Вот осыны қойып аласыздар да, рассчитайтты басасыздар. Рассчитать басқан кезде мені автомат түрде есептеді. За февраль, за март деп мені суммасы несі. Средний заработный плата шығарып тұр, бірақ бұл тек январь айы болғандықтан бізде солай шығарып тұр. Январда 18 күн істеген. Тура осылай біз больничный сияқты соңғы 12 айдың, жоқ, бұл жер соңғы 12 ай емес. Бұл кісіге отпуск есептейміз. Алдыңғы шыққан отпусктен бастап, қазіргі отпускі айына шейін есептеп салып қоямыз. Егер былтыр июньде шығатын болса, июльден бастап мына жерден февральға дейін, то есть январь включительныймен сөйтіп есептеп шығарып береміз. 01 07 23 31 07 23 мына жерде 21 күн істеді, мына жерге 168 сағат істеді, мына жерге 165 мың теңге алды деп, тура осылай размер результатқа осылай қойып шығып, сосын мына жерге рассчитайтын үшіншісін басамыз.
сол кезде бізде есептеп шығарып береді. Соңғы 12 айдікі мына жерде шығады, средний заработка, оның суммасы осылай 182 мың теңге деп шығарып береді. Тоже жаңағыдай печать басып аласыздар, немесе дискетіме сақтап аласыздар, Excel'ге, рабочий стол болсын, папка болсын. Сақтап алғаннан кейін барып перенести в документті басып, вот мына жерге вот оплата отпуска за февраль, март, вот осылай есептеп шығарып береді. Вот пособие оздоровлениесі міне 1.25, 168 мың теңге окладынан. Мынаны кетіре тұрамыз. Тура осылай есептеп аласыздар. Записать, провести, закрыть. Вот біз февральға вот больничныймен отпуск есептеп алдық. Компенсация отпускіде тура со жаңағыдай жүргізіледі. Добавить, например, компенсация отпуска жасайық. Кімге жасаймыз? Дастанға жасайық, например. Отпуска. Дастанды мына 2 рет басамыз. Расчет по среднему заработка. Компенсация дейміз. Компенсация, бұда график работаны көрсетеміз. Дата расчеті, қай күні жұмыстан шығып жатыр, соны көрсетеміз. Включительный 25 февраль деп, например. Программасы көрсетпейміз. Включить совместительство галочка тұрады. Оздоровление положено болса қоясыздар, не положено болса қоймайсыздар. Бұл бізде техперсонал. Рассчитайтты басамыз. Рассчитайт басқанда міне тек қана январдікін көрсетіп тұр бұл жерде. Манағыдай соңғы 12 айдікін қойып шығамыз. Копировать етіп, или добавить етіп. 01, 02, 23, 29, 02, 24 деп осылай қойып шығасыздар. 21 күн, 168 күн, 140 мың. Тура осылай 12 айдыкын қойып шығастыр, бірін астына бірін. Қойып шыққаннан кейін, вот именно компенсацияда бұл кісіге компенсация қанша күн положено, сол санды қою керек. Например, бұл кісіде техперсонал болғандықтан жылына тек 24 күнге дейін отпускке шыға алады. Бұл соңғы рет июньде шығатын болса, қазір февральға шейін ол бізде 6 ай жасады. Демек, бұл компенсацияға тек қана 12 күн бойынша ала алады. Біз мына жерге компенсация дейға 12 күнді қоямыз. Автомат түрде бізде 9 күн, 9 рабочий, қалғаны не рабочий деп есептеп береді. Сосын рассчитать басқан кезде, рассчитать начисление бізде мына жерге суммасын, 9 күннің суммасын есептеп береді. Средний заработкамен. Печатьті басамыз. Мына бұлай шығарып берді. Мына жерде февраль 23-24 деп тұр. Біз мына жерде қателесіп кеткенбіз. Мына жерде 29-02-23 болу керек. Қате дейді, өткені февральда 28-мен біткен. Рассчитать начисление қайтып басамыз. И печать. Вот бізде мына февраль 23, январь 24. Анем басып кетті мынаумен. Вот осыны манағыдай сақтап аламыз, печать қылып аламыз. Осыны сақтап қоямыз. Қойғаннан кейін перенести в документпен мына жерге мынаны кетіріп тұрып. Осы тура осылай есептейміз. Егер жеке адамдардыкін осылай есептеп записать ОПВ нелерін есеп осы жерден есептеп алсаңыздар болады. Зарплатадан бөлек заполнить, рассчитать етіп, например. Сосын немесе зарплаттан бөлек есептеуге болады. Негізі шама келсе, осы жерде вот итога, начислениялары бұлар x20 дополнительный итог. Вот мына жерде вот әр қызметкерлер нелері, осылардың ИПНдарын осы жерден есептеп тастасаңыздар болады. Рассчитать. Удержаниесін есептедік. Итогға қайтып келейік. Удержание есептеді. Вот мына ОПВ-да мына бізде оздоровление неге ешқандай удержание ұсталынбайды, тек отпускадан ОПВ есептелінген.
Вот осылай жүргізесіздер, осылай есептейсіздер каждый нелерге. Дополнительный. Так, вот соцналог бәрін есептедік. Провести закрыть. Вот бұл енді экстренный жағдайда больничный төлеу үшін, отпуск, компенсат отпуск төлеу үшін осылай есептеп аламыз. Бірақ біз жаңа есептеген кезде, например, отпускы не есептеген кезде, біз тек қана бұл жер отпускысын есептедік. Февральда, например, бізде отпускы 1 февральдан 1 мартқа дейін, бұл енді зарплата есептемейді. Вот именно вот жұмыстан шыққан 25 февральда шығып отыр ғой, 25-не дейінгі зарплатаны есептеу үшін бірінші компенсация нені төлеп тастап, осыны бөлек есептеп алып, компенсацияны, зарплатаны общий басқа зарплатпен қосу есептеуге болады. Мына жерден создать етіп, начисление заполнить и рассчитать етсеңіздер, именно жаңа больничный отпускыны автоматически алып тастайды. Начисление бізде. Ойбой, мынаны қате істеп қойдым қазір. Бізде бұл февраль 29.02.24 дейміз. И начислениені қайттан заполнить и рассчитать жасаймыз. Ага, вот. Мына бізде қайтып ашып, қайтып істейік. 29.02.24 февраль. Начисление и рассчитать. Жаңа мен сақтамай шығып кеттім, сақтамай шығып кеткесін. Вот мына жерге вот февраль айы түсті. Міне, например, бізде 17 февраль Арманова Камчат, ол бізде больничныйда болды. Больничныйда болғасын бізге міне 1 мен 9 аралығында бөлек начисление есептеп тұр. Вот именно 17-нен 29 аралығында бөлек начисление есептеп тұр. Тек бұл жерде ескеріп кететін нәрсе 30% БДО бізде автоматически 5309 теңге деп шығып кете береді. Бөліп есептесе де, жарты істесе де, бір ай істесе де автоматически біз осыны ручной келтіруіміз керек. Егер бір айда 16 21 күндік 21 күн рабочий күн, оның 16-сы жұмыс жасаған. 21-ді 16-ға бөлеміз. 1-де 31-ді 5309-ды 21-ге бөліп 16-ға көбейткен кезде бізде 4045 теңге. Екеуін қосқанда 4045 теңге есептеліну керек. 2-ке бөліп 2022 теңге деп, 2023 теңге сөйтіп бөліп төлесеңіздер болады, немесе басқаша есептесеңіздер де болады. Осылай жасып, немесе мына 21-ге бөліп 7-ге көбейтсеңіздер де болады. Он 1770 мына жерде. 1770. Мына жерде 2275. 2275. Вот осылай есептеп қоясыздар. Жаңа біздің 5-ші кісі отпускке шықты, ол мында шықпай қалды суммасы. Мына Дастандікі 25-і жұмыстан шықты. 25-і компенсация отпускі төленді, бірақ біз компенсация отпускі төлегеннен кейін при увольнении, бірақ біз оны увольнение жасамағандықтан әлі бізде мына жерге нені есептеген жоқ. Например, увольнение жаңа біз кімге жасадық қой? Например, 25.02.24 при увольнении біздер 25-мен жасадық. Увольнениені 25-мен жасап аламыз, например, Хамидолла Дастан. По инициативе работника, мына жерге
Приказ, номер, прекращать стандартные вычеты. Провести етеміз. Мына жерде основнойны уволить ете алмайсыз. Бірінші внутреннийді уволить етесіз, сосын барып мынаны уволить етесіз дейді. Бұл енді одинесте сондай нюанстар бар. Бірінші увольнениеға несін бересіз, внутреннийін увольнить етесіз. Вот Хамидолла бізді внутреннийін 15 майда деп қойғанбыз, 25 февраль дейік. Енді основнойын 25 февраль дейміз. Вот осыны есептегеннен кейін барып, қазір Хамидолла осыға бізде зарплата есептеп отқанымыз жаңағы оклад подням. Осыны енді обновить и рассчитать деп бассақ, бізде тек қана 25-не дейін мына жерге есептеп береді автоматически. Рабочий күні 17 күн, не деп мысалға. Вот мына ночнойлар нелерін сол манағыдай қосып есептейсіздер. Вот осылай есептеуге болады. Немесе егерде суммасын қолмен есептеп қойған болсаңыздар, мына жерге скопировать етіп алып, мына жерге оплата больничных листов деп суммаларын салып жүрсеңіздер болады. Немесе компенсация отпуска деп мына жерден. Бұл енді крайний случайда не желательно бүйтіп салу. Солай жасауға болады, бірақ та осылай жасайсыздар. Сосын тағы бір именно вот больничныйды отпускамен, именно компенсация отпусканы жаңағыдай бөлек құжатқа істеу керек, жеке адамдар жеке-жеке. А именно больничныйды істеген кезде оны зарплата есептегенде қосып есептеп тастасаңыздар болады. Например, мына Жолдыбаева Сәния бізде толыға есептелініп тұр. Например, мына кісі 27-28 февраль больничный болды делік. Именно осы зарплатпен есептеген кезде қалай қосып жүргөт? Бізде мына зарплатаны расчет по средней заработка тұр. Больничный листті ашамыз. Мына Жолдыбаева Сәния, график 5-дневка. Мына жерге 27-02-24. 28-02-24 дейік, 2 күн больничныйда болды. Пособияны қоямыз. Мына жерге рассчитайтты басамыз бірінші. Соңғы 12 айдыкін бейт толтырып аламыз, жаңағыдай добавить етіп, былай-былай. Мен істемей ақ қойын. Қойып алғаннан кейін 43 мың теңге шығарып берді. Печать басып, сақтап, сохранить етіп аламыз, печать етіп. Сосын перенести в документ деген кезде бізге мына жерге автоматически 2 күнге оплата больничных листов МБ, РБ деп шығарып береді. Разделенесі болғасын. Вот мынау шыққаннан кейін бізде бірақ мына жерде полный суммаға есептеп тұр ғой зарплат. Больничный есептегеннен кейін записайтты басып, қайттан обновить етеміз. Қайттан обновить етіп жібереміз мынаны қазір. Жақшы отырайық. Жолдыбаева Сәния. Обновить начисление дейміз. И рассчитать работники деген кезде, вот бізде мына кісіге 26-на дейін бөлек зарплата, и больничныйдан кейін 29-дан кейін бөлек зарплата есептеп береді одинесте. 10%, 30% надо бәрін екіге бөліп тастайды. 2 рабочий күнді алып тастайды, мына жерден шығарды. 27, 28. Бізде 3-ке бөліп тастады да. Январдың, жоқ 2-ке бөліп тастады. Январдың 1-нен 26-на дейін бір зарплата надбавкалармен, сосын 29 февраль бір күнге бөлек надбавкалармен бөлек зарплата есептеп берді. Именно больничныйларды осы зарплатпен есептеп жатқан кезде бүкіл сотрудниктердің осылай мына жерін добавить етіп жіберіп, солай жасап жүрсеңіздер болады. Негізі отпускында, компенсация отпускында осы жерден істеп жүрсеңіздер болады, әрине қосып зарплатпен. Бірақ енді бізде приказ шыққаннан кейін енді зарплаттың заң бойынша 3 күнге дейін төлеу керек, отпусканы,
жұмыстан шыққан кезде компенсация отпусканы сол егер нағыз енді зарплатпен біреу күте алмайтын болса, жасай алмайтын болса, онда манағыдай бөлек есептеп төлеп, одан кейін зарплата КПТ-ға барып төлеп жібересіздер. Ал егер зарплатпен бір қатар келсе, барлығын бір зарплатпен общий бір қосып істеп жіберсеңіздер болады. Итогыда бәрі шығып тұрады мына жерден. Мына жерде оплата больничных, дополнительный. Сосын удержаниені тоже жаңағыдай істеп аласыздар, дополнительно рассчитать. Сол бойынша есептеп, удержанияларды, больничныйларды есептейсіздер. Жақсы, сау болыңыздар.